Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Тамыз айының орта шені, аспан ашық, тас төбеге шығып келе алған күн көзі күйдіріп тұр. Осы ыстықтан ба болмаса көңіл күйінен бе әйтеуір еңсесі түсіңкі Төлеужан үстіндегі жол көкшіл көйлегінің тамағының түймелерін ағытып жіберіп, көнетоз сабан қалпағын миығына түсіре киген. Асфальт құйылмаған астыңғы топырағы ғана төселген кедір бұдыр тротуар бойымен бейжай басып келеді. Бір заты жоғалып, соны іздегендей кішірек шегір көздерін жерден алмайды. Жұқалтан келген әдемше ақ сары өңі қаны қашып, ағара түскен. Бас көтеріп жан жағына қарамайды. Бөбегін қоларбаға салып, сүйреп келе жатқан жастау әйелмен қақтығысып та қала жаздады. Көзіңізге қарап неге жүрмейсіз? Баланы басып кете жаздадыңыз ғой, деп шатынап шыға келген әйелден міңгірлеп кешірім сұраған болды. Оған өзге дүниенің бәрін ұмыттырып қинаған азапты ауыр ой еді. Осыдан 2 жыл бұрын Төлеужан алыс бір қалаға қызметке ауысқан еді. Шу дегенде лайықты пәтер табыла қоймады да, Қызылжарда қалған Бәтішті 4 жасар Нәбие мен 1,5 жастағы Сәлімін көшіріп ала алмады. Қонақ үйде жалғыз тұрды. Арада айдан астам уақыт өткенде оның бөлмесіне қол астында бухгалтер болып жұмыс істейтін, жасы 20-дан әлдеқашан асып, кәрі қыз атана бастаған орта бойлы бидай өңді Сәткүл бір келіп кетті де, артынша келуді жиілетіп жіберді. Әуелде оның соңынан Төлеужан қалмап еді. Енді жағдай керісінше болды. Бұл жайлардан Бәтіш әрине бейхабар. Төлеужанның пәтер жоғы жыл бойына созылып кеткен соң, әкелерін сағынып, әбден маза бермеген 2 баласын алды да пойызға отырды. Пәтер жоқтың жайына барған жерде бірақ қанықты. Қаншама күйінсе де оған 2 баласымен Қызылжарға қайтып оралудан басқа лаш қалмап еді. Төлеужан жас жұбайымен бақытты өмір сүріп кете алмады. Қи кетсе тұтана қалатын Сәткүл өмірі еш шәйдеп көрмеген, қайта Төлеужанның өзінен тентектік жиі шықса да, соның бірінде елге білдірмеген Бәтішке мүлде ұқсамайтын. Сөйте ерлі зайыпты екеуінің арасы ашыла бастады. Дүниеге жаңа келген кішкентай нәресте де қиюы қашқан жарастыққа дәнекер бола алған жоқ. Төлеужан ішті, соның кесірінен қызметінен босады. Сандалып жүріп, Сәткүлмен тағы бір қатты жанжалдасқаннан кейін Қызылжар қайдасың деп тартып отырды. Мұнда кеше келіп түскен, келісімен ақ Бәтіштің жағдайын осындағы туыстары арқылы сұрастырып біліп алды. Бәтішке бірден баруға беті шыдамай, өзінше бір іш есеппен әуелі балаларын көріп алғысы келді. Көшенің сол жақ бетімен келе жатқан Төлеужан жапырақтарын сұрғылт шаң басқан құба талдар ортан беліне дейін көмкерген үлкен ағаш үйдің кең ауласы есігінің маңдайшасындағы балабақша деген жазу көзіне түскенде жүрегі лүпілдеп қоя берді. Бұрылып ауланың қақпасына кірді. Іштен естіліп жатқан балалардың шуылына құлақ салып аз тұрды. Енді есіктен кіруге ыңғайлана бергенде басына кейін қайыра ақ орамал тартып, үстіне ақ қалат киген орта бойлы толықша ақ құба әйел келді. Төлеужан Нәби мен Сәлімді шақырып жіберуін өтінді. Әйелдің кім келді дейін оларға деген сұрағына әкесімін деп жауап қатты ол. Оның бетіне таңданған кейіппен бір қараған әйел ішке еніп кетті. Төлеужанның жүрегі дегбірсіздене алып ұшты.
толқығанын басу үшін есік алдына шығып, бір тал шөпті жұлып ап шайнай бастады. Балалары қалай қарар екен? 2 жылдан бері былтыр өзінің соңынан іздеп барғандағы 5-6 күнді қоспағанда көрісе алмаған сәби көңілдер суық тартып, жатырқап қалмады ма екен? Оның ойын басқышты тапыр-тұпыр басқан жеңіл аяқ дыбыстары балалардың абыржыған дабыры бөліп жіберді. Тез жүрсейші, көкем кепті, деймін. Көкем дейді әлдекімді асықтырып, аптыққан баланың даусы. Інісін қолынан жетелеп алған Нәби екен. Биік басқышпен детектете сүйрелей түсіп келе жатыр. Әкесін көргенде көкем деп қуана айғайлап жіберді де, інісін тастай беріп, жүгіріп келіп, мойнына секіре асылды. Іле Сәлім де жетті томпаңдап. Сәлім әкесіне тартқан жұқа емес, аузы басы болтиған, топ-толық балпанақтай. Жүрегі алқымына тығылған Төлеужан, құлашын кере жайып, 2 баланы құшақтай көтеріп алды. Сүйіп, мауқын басқан соң, ұзынша орындыққа барып, екеуін тізесіне ала отырды. Ұлдары өзін қатты сағынып, көруге аңсап жүргенін ол жаңа ғана білді. Бұған дейін осылай болар-ау деп ойламайтында. Қос-қозым, ботақандарым деп 2 ұлын кеудесіне қатты-қатты қысты. Кезекпе-кезек емірене сүйді. Өмірінің қатар бойлап өскен жау қазынындай қос қызығын құр тұлыпқа тілегендей сырттан ғана емдендіріп, тірі жетім еткен өз қылығына күйініп, жаны күйзелгендей бір сезім жүрегін қысып барады. Осы қалыпта оның ойына қаншалықты отырғаны белгісіз еді. Егер Нәби кенеттен ойына бірдеме түскендей томсырая қалмаса. Көке, деді ол кішкентай жұқа қабақтарын түйе. Әкесінің бетіне қадалған қара көздерінен реніш ізі білініп. Үйге неге келмейсің? Әкесі қапелімде не айтарын білмей сасқалақтап қалып, барам ғой Сәулем, дей салды. Келсейші, апам жылайды. Көке, мен көрдім. Бір күні далада балалармен ойнап жүрген Нәби жүгіріп үйге келсе, Бәтіш үнсіз жылап отыр екен. Баласын көрді де орамалымен көз жасын сүртіп теріс бұрылды. Неге жылайсың деген баласына, мен жылағам жоқ, ботам. Көзіме бірдеме түсіп кетті, соныкі ғой, деп жалтара жауап қайырды. Ана сөзіне бала иланбай ма? Нәби нанды, апасын аяп. Әкелші, мен көрейін, деп көзіне үңілді. 2 көзінен кезек сүйді. Бірақ тағы бірде ұйқыдан ерте оянған Нәби анасының төсегінде жылап жатқанын сезді. Қазір соны айтқан еді ол. Иә, апам жыламайды ғой тіпті. Апам көкең алысқа кетті. Келеді деген деп Сәлім аузын толтыра сөйлеп қосарланды. Онымен де қоймай көке деп қолынан тартып, әкесін өзіне қаратып алып, менде велосипед жоқ, Сапар мен Бағдаттың велосипедтері бар. Мен оларға менің де көкем бар. Ол сендердің көкелеріңнен оңды, алыста үйге келеді. Маған велосипед әпереді дегем. Әпересің бе, деді қиыла қарап. Әперем Сәулем, әперем, деді Төлеужан баласының бетінен сүйіп. Сәби көңілін қуантуға одан артықтың керегі де шамалы. Алақайлап, қолын шапалақтап, қоқаңдап қойды. Әкесі қолына ұстатқан шоколадты ортасынан қақ бөліп жартысын апама апарып беремін деп қалтасына салды. Төлеужан, апам жылайды, апама апарам дегендерінен Нәбидің едәуір есейіп қалғанын ұқты. Бағанағы тәрбиеші әйел кеп шақырып әкеткенше ол ұлдарын тізесінен түсірмеді. Кетіп бара жатып, Сәлім қолын бұлғады.
Көке, үйге велосипед әкеліп қой, деді аузы басы бұлтиып. Олар кеткен соңда Төлеужан сол орнында едәуір отырып қалды. Екі ұлының әкелеп жабысып аймалағаны, балғын қолдарымен мойнынан құшақтағаны көз алдынан кетпей қойды. Көңілі орнықпай, ойы дауылды күндегі теңіздің таудай толқындары арасында бір батып, бір шығып, қалт-құлт еткен қайықтай бірде тереңге тартты, бірде жоғары ырғыды. Көз алдына ана жақта қалған әйелі мен бір жасар қызы келеді де, аздан соң тұман ішіне сүңгіп кеткендей жоқ болады. Төлеужан орнынан атып тұрды. Бәтіш кабинетке кірген Төлеужанды көргенде оқыс селк етті. Жұқалаң ақшыл жүзі ду жанды, жалтақтап, терезенің алдындағы жалғыз столда отырған сөзуар қатқан қара келіншек қаламқасқа қарады. Төлеужан кіре бергенде басын бір көтеріп қараған қаламқастың қайтадан өз ісімен шұғылданып, есеп шотты тар тұрс қаға бергенін көрді де, бойын лезде жинап алды. Бір айырылысқаннан кейін әйелдердің көпшілігі бұрынғы ерлерін жек көріп, ызалы айғаймен не қимағандықтан көңілі босап егілумен қарсы алса, ол осы екеуінің бірін де істеген жоқ. Нақ бір жай ғана таныс адамына кездескендей салқын сабырмен қарады. Ұйтқыған көңіл күйінің куәсіндей ішкі толқын әлсін-әлсін болмас сыртқа теуіп, бір жүгіріп өтеді де тез тарайды. Төлеужан оған ыңғайсыздана қарап, қалпағын қолын алды. Шалбарының қалтасынан орамал алып, маңдайының терін сүртті. Саусақтары діріл қақты. Оның бұл келісі тегін келіс емес екенін Бәтіш жүрегі бірден сезді. Төлеужанның жағы сопайып жүдеген. Осы арада қиналысқа түскен кескініне бір сәт аяғандай боп қарады. Оның семейдегі әйелінен ажырасып, бір жолата келгенінен хабарсыз болғандықтан, тағы да екі баланың бірін сұрауға келген болар деп ойша топшылады да. Қаламқасқа көзінің астымен ұрлана қарап қойды. Оның есеп шотпен басы қатып отырғанын көрген соң, Төлеужанға дәлізге шығайық деген ишаратпен ымғақты. Екеуі ұзынан ұзақ дәліздің қара көлеңкелеу бұрышына оңашалау барып тұрды. Төлеужан Бәтішке көз тоқтата қарады. Бәз баяғы қалпынан өзгермеген, иығы әнтек тіктеліп, бұрынғысынан да сымбаттана түскенін байқады. Сөзді неден бастарын білмей қыбыжықтап, сәл кем тұрды да. «Сәлім, мен Нәбиге бардым», деді орағыта сөз бастап. Бәтіш оған сақтана қарады. «Иә, ұмытпапты». Ұмытқан жоқ. Бәтіш шынын жасыра алмады. Онысы Төлеужан көңіліне жарқ еткізіп, үміт отын тұтатып жіберді. Бойын жинап, тілінің күрмеуі шешіле бастады. Екеуі көкелеп, екі жағымнан жабысты. Бәтіш үндеген жоқ. Екі баласының, әсіресе есі кіріп қалған Нәбиінің әкесін жиі іздеп, қашан келеді деп мазасын ала беретінін елестетті. Көзіне мұң ізі жүгірді. Қиыншылық түсіп жүрекен ғой басыңа деп ойша топшылады Төлеужан. Әуелі жағалатып, хал жағдайын сұрады. Одан суыртпақтап екі балаға ауысты. Бәтіш соның бәріне сабырмен қысқа-қысқа ұстамды жауап қатып тұрды. Төлеужан ойы сан-саққа жүгірді. Орнығып отырып сөйлесетін, кейінге қалдырсам ба, әлде қазырақ бетімді ашсам ба деген екі ойдан жүрегі алып ұшып, аузына тығыла берді. Әуелде мені жан тәнімен сүйетін емес пе еді. Оның үстіне екі бала және бар. Оларды әкесіз тәрбиелеп өсіру оңайға түсе қоймас. Кеудеге итермес, кешірер деген үмітті ойы басына орала берді де, ақыры тәуекелге бекем бекініп,
Бәтіштің бетіне тура қарады. Мен ана жақтан басымды бір жолата ақтап шықтым. Неге деп қалды Бәтіш жұлып алғандай. Жас болыппыз, мас болыппыз, енді ақыл тоқтатарда мезгіл де жетіпті. Бәтіш. Бәтіштің аузына жөпелдемеде сөз түспей қалды. Шу дегенде Төлеужанның осыншалықты елпілдеп, ебелектегенінің байыбына бара алмай, дағдарыңқырап тұр еді, енді түсінді. Мен мықтап адасқан едім, Бәтіш. Жастық кісіге не істетпейді. Бірақ та сені қалай сүйетінімді өзің де білетін едің. Несін айтайын? Нәбиім мен сәлімімді қалай ұмытайын? Адам адаспай ма? Адасқанның айыбы жоқ. Қайтып үйірін тапқан соң деген емес пе, Бәтіш? Қапелімде сасқалақтап қалғандай болған Бәтіш енді бойын жинап алды. Төлеужанға салмақпен қарап тұрып, айыптама дейсің ғой сонда. Сөз ағау, шіркін. Әйел сорлы, қаласаң басыңа киіп, қаламасаң лақтырып тастай салатын тақия құрлыда болмаған-ау сонда. Айтатын орның бар, басқа соқта қара бет деп бетіме түкір. Көзге шұқы. Көтергеннен басқа амалым жоқ. Басқа соғып, көзге шықып, кінәласатындай жайым жоқ менің. Әуре болмай келген ізіңмен кері қайта қойғаның жөн. Төлеужан жүрегін қан жауғандай қысылып кетті. Бәтіш, кешірші мені жаным. Аяшы, сүйетін едің ғой мені. Айтпа, Бәтіш қолын сермеді. Қайтесің, өнбесті қопарып. Өтті бір іс өкіндіріп, сол бойымен қалсында. Өз басымдағы қасіретті басқаға да болсын деп нем бар. Ошақ басы бұзылған әйелдің күнін көріп едім ғой. Анда қалған әйелің мен балаңды жылатпай. Қайтып барда қолың ал, көз жасына қалма. Төлеужан шыңырауға қамалғандай аласұрды. Балаларды қайтесің? Мен олардың әкесімін ғой. Олар тірі жетім жүре бермекші ме? Аямайсың ба сәбилерімді, деді. Бір тоқтаса осыған тоқтар деген үмітпен. Әкесімін десең, аясаң, әуелде тірі жетім етпеуің керек еді ғой екі балаңды деп. Бәтіш енді сабасына түскендей дауыспен, баяу бірақ нық сөйледі. Не айтайын саған? Айтар сөзде қалмаған. Бар енді, хош бол. Тұра тұршы, тоқташы. Төлеужан ышқына ұмтылып, Бәтіштің оң қолынан шап беріп ұстай алды. Бәтішжан. Тынысы тарылып, ентіге сыбырлады. Ойланшы әлі де жаным. Бәтіш қолын босатып алды. Ойланатын ештеңе жоқ, осыдан 2 жыл бұрын өзің ойландырып, бекіндіргенсің бір жола. Иланбаймын, өлтірсең де. Сен мені сүйуші едің ғой, Бәтіш. Сүйіспеншілігімді өз қолыңмен көрге көмгенсің. Сөзін тыңдата алмай лажы құрған Төлеужан кенет Бәтіштің алдына тізерлеп отыра қалды. Еңкілдеп жылап жіберді. Кешір деймін мен саған. Кешір енді, өлтіремізсің. Әй, сорлы жан, деді Бәтіш, аянышпен бас шайқап. Не болып кеткенсің? Ұялсаңшы, тұр, анда қарадан. Төлеужан көз жасын сүртті, түрегелді, көңілін сәл басты. Кешір Бәтіш, деді, жүрек уылжытқандай жалынышпен. Аясаңшы. Менің аяғаным не болсын, өзіңді өзің аяй білмесең. Хош. Бәтіш алды-артына қарамастан ішке кіріп кетті.
Тарс етіп жабылған есік жақтауға емес, өз маңдайына соғылғандай болды Төлеужанға. Есеңгіреп, сілейіп тұрып қалды. Әлден соң шошынғандай басын көтеріп алды. Сабан қалпағын бүре ұстап, шегір көздері шүңірейіп, екі самайын қос алақанмен басып, шығар есікке бет алды. Бәтіш, Нәби, Сәлім, семейдегі әйелі мен бір жасар қызы, бесеуі қосылып етегінен тартқылап, кес-кестеп жолына көлденең тұрып алғандай. Көзін жұмды. Бәрібір кетер емес. Нәби үйге жүрсеңші десе, Сәлім велосипед әкел деп бұртияды. Сонан соң ол көзін үрейлене кең ашып алды. Қинала басын жайқады. Есалаң адамша сенделе басып есікке беттеді. Менің қолдаушыларым, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.